бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған: "Я Аллахтың елшісі, айю замбин азам, ең үлкен күнә қандай? Ең үлкен күнә қандай?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол адамға айтады: "Анта жағала лиллахи ниддан ва хуа халақака." Алла тағала өзіңді жарата тұра оған теңеу жасауың дейді. Сүмма айю, сосын қандай күнә одан кейін үлкен? Ан тақтула валадака хашиятан ан татғамама аятғамамака. Балаңды өлтіріп қоюың дейді. Өзіңмен бірге жаңағы тамағыңа, ризығыңа бәсеке болып кетпесін деп. Бүгінгі күнгі мысалы аборттар, тағы да басқа нәрсе бәрі кетіп жатыр, болды. Аталып қойды Алла тағала тарапынан. Ешбір туысқан көмектеспейді. Міне, ешкім көмектесе алмайды. Анау келеді қиямет күні. Ешкім кетіре алмайды оны. Жауап сұралады: "Неге істедің?" деп. Болды. Сондай нәрселер. Алла тағала соны ескертіп, Құранында ескертіп салқын айтып қойды міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы. Сүмма айю, сосын қандай күнә, одан кейін қандай күнә ең жаман деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ан тузания халилата жарика." Өзіңнің жаңағы көршіңнің сүйіктісімен зина жасауың дейді. Ескертіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зина жасау дегенде етістік мысалы тазни деп қолданылады. Зина жасау деп. Бұл жерде тузания деген сөзді қолданады. Яғни жаңағы ер көршісінің әйеліне ұсынған кезде ол кетер емес. Немесе көршісінің әйелі бұған ұсынғанда бұл кетер емес. Осыны қосып тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Міне сондай бір көңілге кетіп қалуларың, бір адам тіпті келген кезде бір адам осындай көп зина жасап қойып деген: "Ойбай, жаман нәрсе" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы. А біреу көршісімен жасап қойып дегенде оныкі ананікінен де өткен дейді. Анау бірнеше адаммен жасаса дейді. Соқтан осындай бір нәрселер бар. Бұның бәрі әлеуметтік, адам, қадір, көршіңді қастерлеуің, сыйлауың дегендей нәрсе да. Міне сондықтан осы нәрселерді сөйлеп жатқан кезде сол жаңа пайғамбарымыздың жаңа хадисіндегі нәрсенің қасында осы аятты оқиды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Олар Алламен бірге басқа тәңірге сыйынбайтындар, және де олар Алла тағала тыйым салған адамды, жанды нақақтан өлтірмейтіндер, кісі өлтірмейтіндер. Вәлә язнун, сондай-ақ зина жасамайтындар дейді. Бұл жерде осы жаңа үлкен күнәнің үшеуін атады. Пайғамбарымыз жаңа хадисінде осыны қуаттады. Сосын Алла тағала айтады: "Ва май яфъал залика ялқа асама." Кімде-кім осы айтылғандарды істейтін болса, онда күнәға жолығады дейді. Ауыр күнәға жолығады дейді. Ауырлығы қандай дәрежеде ауыр дейтін болсақ, Алла тағала айтады: "Юдаф лахул азабу яумал қияма." Қиямет күні азабы еселенеді дейді. "Уаяхлуд фихи", сондай-ақ сол азапта мәңгі қалады, мухана, қорланған түрде дейді. Не сондықтан осы нәрселер исламның кез келген саналы адамды қашыратын нәрселері. Алла тағаланың жаңағы тыйымдары мынау. Өйткені Алла тағала қоғамға тазалықты, салиқалылықты қалайды. Таза нәрсені қалайды да. Мінезің, жүріс-тұрысың, сөзің, көзің, күллісің таза болуын қалайды. Сосын мұсылман сол жолда еңбек етіп, жігер салып, өзімен өзі күреседі. Сосын сол күресіп жүрген кезде Анкабут сүресінің соңғы аятында айтқандай, Аллах тағала: "Валлазина жахаду фина", біз үшін, яғни Алланың дидарын іздеп, күллі жамандықтарымен күрескендер бойындағы. Сондай-ақ өзінің бойында жоқ жақсылықтарды бойына дарытуға күрескендер. Менде нақасиет жоқ, бұл керек, нақасиет жоқ, керек деп салып, жаман нәрселерден арылып күрескендер. Ләнәхдияннахум сулана, сол қалаған мақсат үшін дейді, сол жолдарымызға сала саламыз дейді. Яғни еңбегін зая кетірмеймін, жаңа қасиеттің бәрін бойына дартып берем дейді. Ва инналлаха ламаал мухсинин, сөзсіз Аллах тағала әдемі жасайтындармен бірге ғой дейді. Әдемі жасау деген не? Жаңағы күресіңнің үзілмеуі. Неге? Ақырет соғып тұр деген сөз жүректе. Ақыретке деген иман, жаңағы теорияңда емес, жүрегіңде соғып тұр деген сөз. Көрдіңіз ба? Міне осы нәрсеге
күреспен жетесіңдер дейді Алла Тағала. Күреспен ғана жетесіңдер деп отыр ғой. Күресіңдер, күрескеніңше, шаман келгенше күрес, ар жағын мен толықтырамын деп отыр ғой Алла Тағала.